Өздерің білетіндей дәстүрлі қазақ қоғамы 300-ден тұрады. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Жүздердің шыққан уақыты, шығу себептері, ішкі мазмұны жөнінде ғалымдардың арасында әлі ортақ пікір жоқ. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Фотоны осылай сөйлетуді үйренгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Бұл ашық сабаққа қолдануға өте керемет әдіс. Бұл видеоны сабақта мәтінді оқытуға, сұрақтарды қоюға, тапсырмаларды оқуға және белгілі бір мәліметтерді айтуға қолдануға тиімді әдіс. Ең алдымен Google-ға кіріп did.com сайтын тауып аламыз. Жалпы бұл сайтпен жұмыс жасау өте оңай. Сайтқа кіргенде ең алдымен осындай бет шығады. Логин батырмасын басып, бірден тіркеліп ала салыңыз. Мен Google аккаунт арқылы тіркелдім. Менде алдын ала тіркелгендіктен бірден сайтқа кіріп кетті. Тіркелген соң бізге осындай бет ашылады. Бір аккаунтқа 20 кредит беріледі. 20 кредитке дейін тегін, ал одан асатын болсаңыз ақылы болады. Ал енді видеоны жасау үшін Create Video плюс батырмасын басамыз. Мұнда берілген суреттердің кез келгенін таңдап алуыңызға болады. Немесе өзіңіздің суретіңізді алдын ала компьютеріңізға жүктеп, плюс ат батырмасын басып, сол суретті пайдалануға болады. Мұнда мен бұрында қолданған Абайдың және Ыбырайдың суреттері тұр. Плюс ат батырмасын басамыз. Суретімізді таңдап аламыз. Қоятын суретіңіз бен сөйлейтін текстіңізді де алдын ала дайындап қойыңыз. Суретті қойдық, енді мына жерге текстімізді қоямыз. Тексттің астында English'ті қазақшаға аударамыз, қазақ тіліне қойып аламыз. Оның астында Дәулет немесе Айгүлдің, яғни қыз немесе ұлдың дауысын таңдаймыз. Бізге Дәулеттің дауысы керек. Егер де сізге сайт түсініксіз болса, оның тілін қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударуға болады. Ол үшін тышқанның оң жақ батырмасын басып, перевести на казахский деп аламыз. Бәрін қойып дайындап алдық. Енді бейнені жасау батырмасын басамыз. Видеоның ұзақтығы 15 секунд, атауын өзгертуге болады. Кредиттер біреу. Менде бір кредит кетті, өйткені сөздерім аз болды. Ал егер де көп сөз және ұзақ минут қолдансаңыз, онда кредит көбірек кетеді. Тағы да естеріңізге сала кетейін, бізге жалпы берілетін кредит саны 20. Кел, балалар, оқылық. Оқығанды көңілге. Ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар. Шамнан шырақ жағлар. Тілегенің алдыңнан. Іздемей-ақ табылар. Мінекей видеомыз дайын. Бөлісу батырмасын басып, сілтемесін көшіріп алып, немесе жүктеп алып қолдана бересіз. Жасаған видеоларыңыздың барлығы басты беттегі үй батырмасында сақталып тұрады. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, лайк және пікір қалдырып, тіркеліп кетіңіздер.